Отбасы қоғамның негізі, ал оның құндылықтарын сақтау болашақ ұрпақтың саналы әрі тәрбиелі болып өсуінің кепілі. Отбасы құндылығы бұл отбасының негізін құрайтын рухани, мәдени және моральдық қағидалар жиынтығы. Ол ата-ананың балаға беретін тәрбиесі, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сүйіспеншілігі, құрметі, жауапкершілігі мен бірлігі арқылы көрініс табады. Отбасы құндылықтарының маңызы бірінші сүйіспеншілік пен құрметтен тұрады. Отбасы мүшелері бір-бірін қолдап, сыйласа, бала да осы қасиеттерді бойына сіңіреді. Екінші, баланың бойына тәрбие мен дәстүрлерді дарыта білуіміз қажет. Отбасы баланың алғашқы мектебі, сондықтан ұлттық және отбасылық дәстүрлер оның болашағына үлкен әсер етеді. Үшінші, жауапкершілік. Әрбір жанұя мүшесі өз рөлін түсініп, бір-біріне қамқорлық танытуы керек. Жауапкершілік басты қасиет. Төртінші, қамқорлық пен қолдау. Балаға ең бірінші қамқорлық пен қолдау қажет болады. Баланы кез келген уақытта қолдай білуіміз ол үшін басты тірек болмақ. Бесінші, татулық пен ауызбіршілік. Берік отбасында түсіністік пен келісім орнап, кез келген мәселе ортақ шешіледі. Татулық болған жерде бала да бақытты өмір сүрмек. Отбасы қоғамның негізі, ал оның құндылықтарын сақтау біздің қолымызда. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп өскен бала тәрбиелі болып, саналы болып өсуіне кепілдік бар. Қыз тәрбиесі ұлттың болашағы мен мәдениетінің айнасы. Қыз бала болашақ ана, отбасының ұйытқысы, ұрпақ тәрбиелеуші. Сондықтан оның бойында мейірімділік, ізеттілік, әдептілік, тазалық, сұлулық, қайсарлық, еңбекқорлық сияқты қасиеттерді дамыту маңызды. Отбасылық тәрбие ата-ана қыз баланы кішкентайынан мейірімді, ізетті, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болуға баулуы керек. Әдеп пен инабаттылық назардан тыс қалмау керек. Қыз тәрбиесі тек ананың емес, атаның, апаның, әкенің, жалпы отбасы мүшелерінің, қоғамның ортақ жауапкершілігі.